Сәлем достар, бүгін біздер мясной пирог дайындаймыз, яғни етті бәліш. Менімен бірге дайындаңыздар. Пирогты дайындау үшін бізге қаймақ, айран және май керек. Барлығы бөлме температурасында болу керек. Осы үшеуін миксермен араластырып аламыз. Қажетті ингредиенттердің барлығы төменде описаниеда жазылып көрсетілген. Енді ас содасына 9% бір шай қасық уксус қосып гаситетіп аламыз да, осы қамырымызға қосамыз. Үстінен ұн салып, қамыр дайындаймыз. Дайын болған қамырымызды салапанға салып 20 минутқа холодильникке қойып демалдырып аламыз. 20 минут өтті. Енді қамырымды алып екіге бөлемін. Бірін кіші, бірін үлкен қылып, үлкен бөлген ең астына жібереміз. Протеиннің көлеміне шамаластырып, қамырымды жаямын. Енді дайын болған қамырымызды протеинге жайғастырамыз. Артық қамырдың барлығын осылай пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Мен енді салмасына картошка мен азда басқа қосып жібердім. Ол әрине өз қалауыңыз бойынша. Міндетті түрде тек қана еттен жасау керек деген қатып қалған заң жоқ. Сондықтан өз қалауыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Барлығын теп-тегіс қылып жайғастырып аламыз. Енді екінші қамырымызды жайып, пирогтың бетіне жайғастырамыз. Осылай пирогтың бетіне қоямыз да, артық бөліктерін кесіп аламыз. Сосын өз қалауыңызша осылай жан-жақтарының барлығын мұқият өріп шығасыздар. Мен міне жан-жақтарын осылай өріп шықтым. Енді жұмыртқаның сарысын алып пирогтың бетіне жағамыз. Глюкозный сироп жағуға болады, беті жылтырап тұру үшін. Манадан қалған қамырларымыздан түрлі фигуралар жасап, пирогымыздың бетіне әсемдейміз. Кейін бетіне кунжут себесіздер. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге Дария.